Саламатсыздар ма, балалар? Біз сабағымызды бастаймыз. Қазақ тілі сабағы. Открыли тетради, дәптерімізді ашамыз, жазамыз. 16 сәуір. 16-16. 16 сәуір. Аптаның бүгін 4-ші күні. 4-й день недели. Аптаның 4-ші күні. Бейсенбі. Четверг. Бейсенбі. Сабағымыздың тақырыбы: сен не ішесің? Сабағымыздың мақсаты ың әрпімен танысу, сусындардың атауларын білу. Теперь у нас новые слова. Повторяем за мной. Шай. Шай. Чай. Ішемін. 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 Пью. Ішпеймін. 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 Не пью. Өте жақсы, тамаша, балалар. Теперь пишем эти слова. Жаңа сөздерді дәптерімізге, балалар, жазып аламыз. Пишем. Теперь повторяем еще раз. Шырын. Шырын. Вы это слово знаете, это сок. Шырын. Шай. Шай. Су. 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 Süt. 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 Ішемін. 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 Ішпеймін. Ішпеймін. Молодцы, ребята. Тыңда, қайтала. Слушай. И повторяй. Сначала слушай. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйле. Мынау су. Мен су ішемін. Мынау шай. Мен шай ішемін. Мынау шырын. Мен шырын ішемін. Теперь повторяем. Қайталаймыз. Мынау су. Это вода. Мен су ішемін. Мынау шай. Мен шай ішемін. Мен шай ішемін. Мынау шырын. Мен шырын ішемін. Молодцы, ребята! Теперь запомните, ести сақта. Запомни. Мен су ішемін. Ішемін, пью. Значит, это будет галочкой. Мен су ішпеймін. Ішпеймін, не пью. Значит, это будет крестик. Например, мен су ішпеймін. Мен шырын ішемін. Понятно вам? Еще раз запомните, это буква Ң. Ң согласный. Ң дауыссыз дыбыс. Ң әрпі сөздің басында жазылмайды. Буква Ң не пишется в начале слов. Буква Ң пишется в середине или в конце слов. Ң әрпі сөздің ортасында немесе соңында жазылады. Ортасында в середине или соңында в конце. Например, шаңғы. Шаңғы. Қоңыр. Вы же знаете это слово? Коричневое. Қоңыр. Қоңыр. Бәтеңке. Бәтеңке. Теперь еще раз повторяем. Шаңғы.
бәтеңке, қоңыр, аңсар. Его зовут Аңсар. Оның аты Аңсар. Шаңғы, бәтеңке, қоңыр, аңсар. Молодцы, ребята. Теперь открыли 22-ю страницу. 22-ші бетті ашамыз. Бірінші тапсырма. Первое задание. Пишем букву «ң». «ң» әрпін жазамыз. «ң» әрпі. Екінші тапсырма. Это что и это что? Как они называются? Қалай айтылады? Жазамыз. Үшінші тапсырма. Если галочка, где галочка, пишем «ішемін». Где крестики, пишем «ішпеймін». Пью, не пью. Төртінші тапсырма. Тыңда, белгіле. Слушаем сначала. Атым Әсет. Менің атым Әсет. Мен шырын ішемін. Менің атым Әсет. Мен шырын ішемін. Если ішемін, как мы отмечаем его? Правильно, галочкой. А если ішпеймін, не пью, тогда крестик. Молодцы, ребята. Менің атым Әсет. Мен шырын ішемін. Менің атым Арман. Мен сүт ішемін. Менің атым Арман. Мен сүт ішемін. Менің атым Мақсат. Мен су ішпеймін. Менің атым Мақсат. Мен су ішпеймін. Менің атым Айгүл. Мен шай ішпеймін. Менің атым Айгүл. Мен шай ішпеймін. Жаздық па, балалар? Молодцы, ребята. Үйге тапсырма. Видеороликтегі тапсырмалардың барлығын орындап, маған WhatsApp арқылы жібер. Выполните все задания и отправьте мне на WhatsApp. Я буду ждать, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.